черные глаза, я только мечтаю, черные глаза, самые прекрасные черные глаза, черные глаза, черные глаза, черные глаза. Ал енді алдыңыздағы бокалдарыңызды толтырып қойсаңыздар, ендігі тос кезегі көршісі бір, крышасы бір дейді ғой. Мына шатыры бір ақ үй, өздері іргеде. Мында жаңа жезден деп таныстырып жатыр ағаны сізге, құда ағаның апасы осы үйдің іргесіндегі Шынарға хабар алғалы бәріміз бірге қуанышып қоштасып жатқан адамдармыз. Дариғат апа екеуі тос сөйлейді. Одан кейін көршінің сұлтаны деп бағанада таныстырды сізге Алпамыс аға келіншегімен сөйлейді. Осы кісілерді тос кезек ал. Оны Құдағилар сіздер енді бізден қызарып отырсыздар, қымыңдап, жымыңдап отырсыздар. Біз енді көңіл болсақ, бүгін енді қызың адамбыз. Енді біздің өзіміздің қызымызға оқпаған біз көршіміз. Сондықтан кішкене көңіл босап отырып, мынау бұл баланы асырап, мектепке барғаннан бастап, бірінші класстан туған күні бар, мектепке барғаны бар, бітіргені бар, оның өзінің кәмелеттік аттестатын алғаны бар. Міне соның бәрін анасы мен әкесі көңілін босатып отыр бүгін. Сондықтан ол оңай емес. Сіз жаңа айтып жатсыздар, қайтамыз енді деп. Сондықтан міне енді мынау өзіміздің қызымыздай, менің өзі балаларым араласып қалған. Осы бірге үйіміз, бірге тұрмыз, бір орыс соған. Орыс рахат. Заводан кірмейміз, ар жағында ол тұрады, бер жағында біз тұрамыз. Бір кейбір бол, кейбір таңда да көрсін. Кейбір таңда арасында қоқ бітті ары кетеді. Одан кейін оңырам ішемізді, үйде кірмейміз ол кезде. Міне, нүргеліге келе арасып қалды өзіміз. Мен сол қимай отырмыз әлі қызымызды. Біз сіздерге соны тапсырамыз, өзіміздің қызымызды. Өзіміздің өздерінің қыздарындай көріңдер. Енді құдаларымыздың мың жылдық болсын. Басаман денсау болсын. Бір жақсылықта келсек, қуанышта келсек, тойда келсек. Енді ал, сол үшін. Ал, Дариға. Батырбай. Қуаныштарыңыз құтты болсын, негізі қуаныштарды де болын. Қыз бізден кетті, сіздерге жетті. Ал енді осы қызыңыз енді сіздерге жақсы қыз болады деп ойлаймын, келініміз қыз болады деп ойлаймын, сіздің балалар бізге бала болады. Сіздерде енді қай кезде осы балалардың жақсылығы, қуанышы осы екі ортада жалғастырып, қай кезде ортада дорба қатынасын. Одан енді кішкентай немере ойлайды дегенде екі жақты бөлісе жатыңыздар. Ол енді екі жақта ең әңгіме сол немереде ғой. Немерені бір жағы менікі, бір жағы сенікі деп атады. Сондықтан біз жаққа сіңіп кетіп жатсын. Сіздер соған қызғанып жатыңыздар. Ал енді не дейін, осы балалар аман болсын. Мына 100 жылдық, 1000 жылдық деп жатырмыз. Сол 100 жылдық, 1000 жылдығымыз сол жалғассын түгел, болып жатсын. Осы балалар аман есен болсын. Екі ортада осы қуанышын жалғастырып жүре берсін. Ар жағына Құрметті құда-құдағилар, бүгінгі мынау қуаныштарыңыз құтты болсын, елдеріңіз құтты болсын. Осы бұрынғы жол жаралғысымен келіп жатсыздар.
келістеріңізге көп рахмет. Жаңа да айтып жатырмыз. Енді мынау Нұргелді менен Балқияның да бұл алғашқы қуанышы өрісті болып жатыр. Сіздер қонысты болып жатсыздар. Құтты болсын барлығы. Бүгін енді мына Жандоспен Шынар айналайын. Мынау жаңа айтып жатыр ғой, үйлену оңай, үй болу қиын дейсің. Үй болған оңай емес. Мынау сені Жандос, сенің көшіңді бастап, Ақтақиялы үлкен атамыз сонау Алматыдан бастап келіп отыр. Мына жақтан біздің ағайын туысқандарымыз, Шынардың бауырлары, бұлар да сонау Алматыдан, бірі мына төменнен Қаройдан келіп, осы сендердің қуаныштарыңды бөлісіп жатыр. Бұл еріккеннің ермек емес, үйленіп үй болу деген. Екеуің тату тәтті, сондай бір жақсы, тәрбиелі семья бола біліңдер. Бір-біріңді қол ұстасып, бір-біріңе деген өкпе наздарыңды айта жүріп, жеңе біліп жүріңдер. Біздің бәрімізде сендер сияқты бала болғанбыз. Біз де 20 жасымызда үйленгенбіз. Сендер қайта 22-ге келіп үйленіп отыр екенсіңдер. Содан бері қарай барлық өмірдің жақсылығына да, жаманшылығына да көніп, семья болып жатырмыз. Ол әркімнің басынан өткен, ата-аналарыңның басынан өткен жағдай. Сондықтан сендер осы үлкен адамдардың, мына жүрген ағайын туысқандардың еңбегін ақтай біліңдер. Осының барлығын бағанадан бері айтылып жатқан жақсы тілектер, ниеттер бар, соны көкейлеріңе түйе біліңдер. Айналайын Жанболат, сен басыңды итеп-бүйтіп мені түсініп, Жандос отырғаныңа мен риза болып тұрмын. Рахмет айналайын. Бақытты бол. Біздің Шынарымыз сенің жақсы бір жолдасың болсын, жаныңа серік болсын. Сен соны аялай біліп жүре бер. Мен енді барлықтарыңызға да амандық тілеймін. Осындай жақсылық болсын. Өзім енді Шынарды үйімнің іргесінде кішкентай күннен жаңағы қызымдай болғаннан кейін, мен өзім шын қызыма тілейтін тілегімді, күйеу балама тілейтін ойымды айтып білдіріп тұрмын. Сіздерге де көп рахмет. Бала деген енді барлықтарыңыздың бастарыңызда бар. Оған жөн сілтей біліп, жаңағы ақыл айта білсе, олар өз жаңағы кейін семья болып, үлкен бір шаңырақтың иесі болады деп ойлаймын. Енді мына Құда сізге рахмет. Жандостың жаңағы көшін бастап келіп жатырсыз. Барлықтарыңызға амандық тілеймін. Аман есен болыңыздар, балалар бақытты болсын. Осылар бақытты болса, біз бәріміздің де аманымыз дұрыс болады.
қоштастым ақ ниетпен мосқалмай танысқан соң шаңырақтың шаттығы шаңырақтың шаттығы отағасың аппақ гүлдей ашқан жаңа біткен үлбірейсің үмітпен жағалықпен басқа тойлар бастау бүгінгі той қоштасу бүгінгі той қоштасу болады екен бізде өзіміздің жаңағы әлгі орамал болмай жол болады дейді бір шапан ары бір шапан бері жүретін ол қазақтың өзінің негізгі біздің салтымызға лайықты нәрсе сондықтан енді мына азын аулақ киітіміз бар соны киіп қайтыңыздар құдаға үлкен мына сәрсенбай құдаға шапан құдағиға пальто құдағи шапаны құда балаға костюм шалбар құдағи шолпан құдағиға пальто екі баласынан ескерткіш киіп жүрсін деп әдейі құдағиға құдағи екі насқа жауып алыңыз шайдан кетті шайдан кетті иә құда болсын құдағи екі жеңіңізді киіңізші иә ой молодец дұрыстап ой бұл енді табылмайды құдағи иә ақтаңыз құданың несі пальтосы жандос пен шынарға костюм көйлек құдаша атыңыз кім құдаша Асия құдашаға құдаша болады ғой құтты болсын сіз де киіп алыңыз киіп алғаннан кейін билейміз обязательно қалаға барғанда жуамыз камерасы бар құда камерасы бар құда құдаға